Сәлем, мен Павлодар қаласы Марвин дүкенінің консультанты Ермебай Гүлназ боламын. Бүгінгі біздің обзор жасайтын кітабымыз «Мерген» атты қазақша комикс. Бұның авторларының сценарийі Риката Даниял, суретші Мағира Тілеубердина және редактор Қуаныш Капи. Бұл «Мерген» қазақ халқының ертегілері мен аңыздары негізінде жасалған. Бұл бірінші нұсқасы, яғни бірінші томы. Бұның басында қазақтың елдеріне шабуыл жасап, жаулардан қорғаған батыр Мерген жайлы. Мерген өзінің ауылын қорғау үшін айлап, жылдап алысқа кетіп қалатын болған, және де оның жалғыз досы, серігі Ақназар болған. Мерген өзінің шайқасы жорығы кезінде Ақназардан айырылып қалады. Оны өз қолымен жерлеп, топырағын салып, өзі ауылына қайтып болады. Ауылына қайтып келгенде әкесі түндікте жалғыз өзі отыр екен. Ол басында әкесін тіпті танымай қалады да, кейін барып сұраса, әке, анам қайда десе, балам, елді жұрт жайлап анамнан айырылып қалдық дейді. Жүр, кел, той жасайық, сен оралдың ғой дейді. Сөйтіп ойлар апталап, тойлап, күннің қалай өткенін білмей қалады. Кейін Мергенге әкесі айтады, балам, менің жасым келді, менің немере сүйгім келеді дейді. Ол алады, жарайды әке, мен сейіл құрып келейін, аңға шығып келейін, сосын барамда келінізге кірсем дейді. Бірақ әкесі айтады, балам, түзде жалғыз қонып қалма, абайласақ бол дейді. Баласы аса мән-бермейді, бірақ жарайды әке дейді, атына мініп кетіп қалады. Оның аты Қарагер болатын, өзі сүлік секілді қап-қара, түнмен бірге сияқты болып кететін, өте әдемі жүйрік тұлпар болған. Сол атына мініп алады да аңға шығады. Аңға шыққанда бір құсты атып алып, оның жөнін жұлып, етін қақтап, отқа пісіріп отырғанда алыстан бір әйелдің сұлбасы көрінеді. Ол әйелдің сұлбасы көрінгеннен кейін, қатты мән қарамағаннан кейін, жақындағанда кәдімгі шашы жайылған, көзінен от шашып тұрған, бойы ұзын, келбеті келіскен әйел адам көрінеді. Ол басында оны тамаққа шақырып, жанына отырғызып, кейін бұтаға етті қадайды да оған береді. Ол тез-тез жалмаландып, еттің паша-пашасын шығарып жеп қояды. Кейін үндемей тұрып кетіп қалады. Мерген сақтана бастайды. Мұнда бір гәп бар секілді, және де түсінеді, бұл жезтырнақ. Жезтырнақ екенін біледі да, ол өзінің ұйықтап жатқан жеріне адамның сұлбасы етіп, шапкасын, бөрігін тастап кетеді де, астына бөрене қойып қояды. Үстін шапанмен жауып қояды, өзі бұтаның арасына тасалады, тығылып отырады. Біраздан кейін тырнақтары үш тырнақ болып, жезтырнақ келеді. Көзі оттай жанып тұрып, ол барады да бөренені паша-пашасын шығарады. Кейін Мерген атып шығып, оның көзінен қақ етіп түсіреді. Ол өзі ештеңені түсінбей қалады, себебі бұл жауларды қанша көргенмен мұндай нәрсені көрмеген болатын. Кейін барып қараса, жезтырнақтың қолы ұшып кеткен. Ол өзіне сыйлық ретінде оның бір тырнағын өзіне салып алады қоржынына. Осылайша оқиға тәмам болады. Жалғасын тағы түсіремін. Сау болыңыздар. Оқуға кеңес беремін. Қазақша комикс.